Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз температураны қалай өлшейміз деп аталады. Жалпы балалар, сендер қызуларың көтерілгенде қандай құралмен температураны өлшейтініміз туралы білесіңдер ме? Білмесеңдер, бүгін мен сендерге сол құрал жөнінде толық ақпарат беретін боламын. Ендеше сабағымызды бастайық. Температураны өлшейтін құралды термометр деп атайды. Осыны жақсылап естеріңе сақтап алыңдар. Термометрлер электронды немесе сынапты болады екен. Электронды термометрлерге барлық дерек экраннан көрсетіледі. Сынапты термометрлардың түтікшесінде боялған сұйықтық болады. Оның деңгейіне қарап температураны анықтайды. Сау адамның дене температурасы қалыпты жағдайда 36 градустан сәл ғана жоғары болады екен балалар. Естеріңе сақтап алыңдар. Ал су 100 градустан жоғары температурада қайнайды екен. Егерде бұл ақпаратты білмеген болсаңдар, дәптерлеріңе жазып алыңдар. Сынапты термометр бұл баршаңызға таныс құрал. Мына суретте көріп тұрсыңдар ғой. Күнделікті әдетте біздің қызуымыз көтерілген, ауырып қалған жағдайда біз үйде осындай термометрлерді қолданып жатамыз, иә? Міне бүгін сол туралы мен сендерге тағы да таныстырып өтейін. Мұны кез келген үйден табуға болады. Көпшілігіміз пайдаланғанбыз, әлі де пайдаланып келеміз. Түтіктегі сынаптың түсуі мен көтерілуі арқылы денедегі ыстықтың бар жоғын анықтайды екен. Тиімділігі жеңіл, кішкентай, жұқа және ыстықтың шамасын нақты әрі дұрыс көрсетеді. Бұл термометр ыңғайлы және қолтық астынан түсіп қалмайды. Ауызға да салып қолдануға тиімді. Ұзақ уақыт пайдалануға болады. Арнайы сұйықтықтармен залалсыздандыруға да болады екен. Естеріңе жақсылап сақтап алыңдар. Ал мынау балалар, суретке назар аударсаңдар, бұл әмбебап сандық термометр деп аталады екен. Барлық қызмет түрі кіріктірілген бұл термометр сынаптыға қарағанда жылдам өлшейді екен. Бірнеше секундтан 5 минутқа дейінгі уақытта нәтижесін сан арқылы көрсетеді екен. Тиімділігі оны ауызға салуға, қолтық астына білекке қоюға болады. Дыбыстық сигналы жады мен таймері бар. Автоматты түрде өшірілетін құрал. Тіпті кейбір үлгілері ауа мен судың температурасын өлшеуге қабілетті екен. Ал енді мына термометрға назар аударыңдар. Бұл ауызға салып өлшейтін термометр екен балалар. Емізік пішіндегі бұл термометр ақсөл немесе силиконнан жасалатын термосезімтал құрал. Баланың қызуын өлшеуге ыңғайлы. 5 минут уақыт өткен соң дыбыс шығарып, автоматты түрде өзі өлшеп температураның нақты қандай градуста екенін айтып көрсетеді. Тиімділігі. Балада ыстықтың бар жоғын лезде анықтайды. Бәрі дұрыс болса, экранда жасыл түс, егер температура жоғары болса, қызыл түс жанады екен. Енді мына термометрға назар аударыңдар. Бұл термометр оптикалық термометр деп аталады. Мұның басқа термометрлерден ерекшелігі ауызға немесе қолтық астына қоюдың қажеті жоқ. Маңдайға немесе құлаққа қояды екен. Тиімділігі корпусы берік құрал гигиеналық жағынан жақсы әрі қауіпсіз саналады. Термотест. Термосезімтал пластинканы баланың маңдайына қояды. 15 секундтан соң температура тұрақты болса, ағылшын тілінде N, жоғары болса F әрпі шығады екен. Бұл термометр жол жүргенде өте тиімді, ыңғайлы деп айта аламыз. Бүгінге біздің сабағымыз аяқталды. Термометр жөнінде біраз мағлұмат алған сияқтысыңдар. Ендеше келесі кездескенше сау болыңдар деп қоштасамыз.